Қашаған кең алаңынан өндірілген қазақстандық алғашқы миллион тонна мұнай экспортқа жөнелтілді. Бұл туралы Каспий теңізінің қазақстандық секторындағы мұнай мен газ өндіру жөніндегі алғашқы жобаның операторы North Caspian Operating Company мәлімдеді. Компания өкілдігі Қашаған кен орнында шикі мұнай мен конденсатты қауіпсіз өндіру және экспорттау көлемінің 8 қаңтарда 1 миллион тоннадан асқан туралы хабарлады. Өндіріс 2016 жылғы қыркүйек айында басталған және қазіргі уақытта өнім өндіру қарқындылығы тәулігіне 180 мың баррель мұнайға дейін артуда. Ілеспе газды Қойнауғатқа кері айдау басталған, оңтайландыру жұмысы аяқталғаннан кейін Қашаған жобасының бірінші кезеңі шеңберінде өнім өндіру деңгейін тәулігіне 370 мың баррельге жеткізу көзделіп отыр. Бүгін Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қоры өкілдері 2017 жылдағы мұнай бағасына шолу жасатты. Қор сарапшыларының пікірінше қара алтын құны бірден аспандап кетпейді. Зерттеулер департаментінің қызметкерлері баррелінің бағасы 50-52 доллар көлемінде сақталады деп болжап отыр. Дәл қазір бізбен Самұрық-Қазына қорының зерттеулер департаментінің директоры, мұнай бағасы жөніндегі шолу авторларының бірі Вайна Ленка тікелей байланысқа шығады. Қайырлы кеш, Вайна. Мұнайдың бағасына болжам ненің негізінде жасалады? Hello, good evening. Based on our in-house research analysis on the global demand and supply dynamics. Кеш жарық. Қазіргі кезде біз 2017 жылда мұнай баррелінің бағасы орта есеппен 50-52 ақш доллары болады деп болжап отырмыз. Біздің болжам валюта және тауар нарығындағы мұнайға деген сұраныс пен ұсыныс бойынша сараптамаға негізделіп жасалған. Біз консервативтік болжам жасадық. Себебі нарықта мұнайға деген сұраныс пен ұсыныс сәйкес келмейді. Қара алтын құнының қарқыны ОПЕК-тің әрекетіне тәуелді. Егер мұнай бағасының өсуі жалғаса беретін болса, қатпарлы қара алтын өндірушілердің арасында бәсекелестік күшейе түседі. Сондықтан да консервативтік болжам жасаймыз. Ол нарықтағы жағдайға байланысты әлі талай өзгертіледі. Ал Вайна ханым, 2017 жылы мұнайға сұраныс өсуін қалай түсіндіруге болады? And back to your questions on oil demand drivers for 2017, we see 2017 жылы мұнайға деген сұраныс 1,2% құрайды. Яғни тәулігіне 1,15 миллион баррель қара алтын өндірілмек. Қытай, Үндістан секілді дамушы елдердің мұнайға деген сұранысы жоғары болады. Тұрақты экономикалық өсім болады. Нәтижесінде адамдар көптеп автокөлік сатып ала бастайды. Ал бұл өз кезегінде бензин, басқа да мұнай өнімдеріне деген сұранысты арттыратыны сөзсіз. in fuel, in jet, in kerosene, and all this contribute to our global demand, which will drive growth for 2017. Рахмет, естеріңізге сала кетейін, бізбен тікелей эфирге шыққан Самұрық-Қазына қорының зерттеулер департаментінің директоры Вайна Ленк болатын.